Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір келіншекпен пойызда төсектес болдым. Мектеп бітірген соң арман жетелеп Алматыға барған едім. Ойым институтқа түсіп жоғары білім алу. Бірақ жолым болмай жоғары оқу орнына түсе алмай, салым суға кетіп ауылға оралдым. Содан амал жоқ, теміржолға жұмысқа кіруге тура келді. Сөйтіп қыркүйектің соңында Монтер-Пути атандым. Содан не керек, мамыр айына дейін темір жолдың қыр-сырын игеріп жұмыс істеуге тура келді. Маусым айының басында атам марқұм еш нәрсеге қарамай Қарағанды облысында тұратын қызы менің апайымның ауылына ала жөнелді. Содан 2-3 айдан кейін апайымның жолдасы жездемнің пысықтығына арқасында студент атанып шыға келдім. Уақыт деген жылдам ғой, көзді ашып жұмғанша қиыннан қызығы көп студенттік өмір қас қағым сәтте өте шықты. Жоғарғы білімді маман атанғанмен ауылға қарай тарттым. Ауылда 1-2 жыл еңбек етіп, жаман болған жоқпын. Ауылдың белді бір азаматы атандым. Оған мамандығым да әсер еткен болар. Кеңес заманында ауылдық жерде жұрттың бәрі бірдей орыс тіліне жүйрік емес еді. Өмір осылай өтіп жатты. Бірде жездемнің ауылынан қаралы хабар жетті. Жездемнің жақын туысы бақилық болыпты. Өмірлік мамандық алуға жәрдемдескен жездеме деген алғысым шексіз болғандықтан мен де жолға қамдана бастадым. Сонымен жездемнің ауылына барып, құдамызды соңғы сапарына аттандырдық. Жас кезімнен жиендеріме бауыр басып қалғандықтан мен басқа бауырларыма қарағанда жездемнің ауылында ұзағырақ болып қайтқан едім. Сөйтіп бір күні елге қайтпақ болып Қарағандыға келген едім. Сөйтсем, тай құлындай тебісіп бірге өскен студенттік достарым басқа билет болмады деп маған билет алып қойыпты. Қымбатқа түседі-ау деген уәжімді құлағына да ілмеген олар. Жол қаражатымды өздері көтергенін айтты. Сонымен не керек, достарыммен қимастықпен қоштасып, вагондағы орныма жайғасайын деп келсем, менің купемде Дастархан жайып тұр. Мені сорайған коньяктың жанынан қазы қарта, жел жаяның жанынан түрлі тәттілерде орын төгіпті. Енді жайғаса бергенімде купеге бет әлпетімен дене бітімі керемет келіскен келіншек кіріп келді. Сасқанымнан орнымнан атып тұрдым. «Проходите» деппін. Жылқы кісінегенше, адам сөйлескенше демекші. Аздап тілдескеннен кейін әңгімеміз жарасып кетті. Сөйтсем қасымдағы келіншектің есімі Тамара, өзі дәрігер екен. Қарағандыдағы іс-сапармен келген көрінеді. Пойыз қаладан шығысымен біз дастархан басына жайғастық. Әңгімеміз жарасып, шөлмектегі коньяктың тәмам болғанын байқамай қалыппыз. Мен өзімше жігіттік жасап, тағы біреуін алып келуге ыңғайлана бастағанымда байқаған Тамара керек емес, демалайық деген ишара білдірді. Келісуге тура келді. Ол жуынып шайынайын деп шығып кетті. Ол келген соң мен де киім ауыстырып бет қолымды шаю үшін купеден шығып кеттім. Өзімді ретке келтіріп купеге оралған соң баса көктеп кірмей рұқсат сұрап есік қағып тұр едім. Есік ашқан Тамара жамылғының көрпесінің шетін ашып, келе қойшы демесі бар ма? Шешінген судан тайынбас. Көршімнің қойнынан қалай кіріп кеткенімді байқамай қалдым. Ауылдан шыққалы біраз болғандықтан ба, әбден шөлдеп қалыппын. Таң атқанша маза болмады. Тамара да жай қатын емес екен. Болдырса да сыр бермей мені әбден састырды. Дегенмен таң ата көзіміз ілініп кетіпті. Көзімді ашсам, Тамара да ояныпты. Сәлемдескеннен кейін жуынып шайын өзімізді ретке келтіре бастадық. Ыстық құшағын көргеннен кейін Тамараға өзімсініп сөйлесем жақтыртпады. Бір кезде Тамара маған қарап отырып, бәрі күшті болды, өзіңе ризамын, айызымды қандырдың, бірақ бұдан бұлай біз бір-бірімізді танымаймыз. Мені қазір бала-шағам күтіп алады, сондықтан қош бол. Жол түссе кездесерміз, әйтпесе мені есіңе алмай-ақ қой, демесі бар ма? Көндім бұған, бірақ ұзақ уақытқа дейін сол жолаушы келіншектің ыстық құшағы ойымнан кетпеді. Дүние деген қызық қой осындай. Жол үстінде осындай кездейсоқ кездесулер де болады екен.